Демалыс күні хаз етіп обедке шегем ұйықтайыншы деп ойланып жатырсам, 5 күн давамында ерте тұрмайтынына балалар азан мен ерте тұрбағанда мама аш болдық деп мені оятуды бастады. Уф, бұл балалардың не қылса болады деп өздерін кухняға апардым да мәйек қууруды үйретуді бастадым. Мұхаммад еле кішкентай болған үшін оны газдың қасына жақындастырмадық та Мұстафаға жақсылап мәйек қууруды үйреттім. Соның арасынша қарашайды да қою етіп демлеп алдық та Мұстафаның қуырған мәйегі менен қарашайға тойып алдық. Мәйекті мощно етіп қуырып саған балам, енді мощно етіп посудаларды жуып таста деп алжастырып оны кухняға жібердім. Сөйтіп өзім бір майдан телефон шұқылап отырайын десем, мына балалар сразу ізімнен қуып келіп, мама бірге ойнайық, біздердің ішіміз пісіп жатырыпты, мама деп миымды жеуді бастады. Жүрің, онда мен сілерге зор ойын үйретемін. Бүгін біздер үй деген ойын ойнаймыз деп, біреуіне кір жудыртып жайдырттым да екіншісіне төсеклерін жинатқыздырттым. Ұсыма ойын деп Мұстафа тоңқылдап қояды, ауа деп ойыншықтарынан жинатқыздырттым. Енді жақсылап бір үйді пилесослап тастаң деп пилесос бердім қолларына. Менің төсегімді де жинап тастаң деп жайыма жіберсем, бұлар ұйықтап қалған ғой. Яқшы, бұлар ұйықтағанда мен де ұйықтап алайын деп мен де демалып алдым. Сөйтіп тұрғанымыздан кейін манты бөгіге кірісіп кеттік. Мантылардың хаммесін бұғып болғанымыздан кейін мына екі красавчик жігіт мантылардың бетін майлауға кірісіп кетті. Мантымызды газге қойдық та піскеннен кейін жақсылап ыдысымызға салып алдық. Солай етіп бір күн демалысымыз осылай өтті.